Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Бүгін біздің студиямызда біздің мектебіміздің аяулы ұстазымыз Смағұлова Қымбат Ерболатовна. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Медина. Алғашқы сұрақ, неге бұл мамандықты таңдадыңыз? Бұл мамандықты таңдаған себебім жүректің қалауымен таңдаған мамандығым. Бауыржан Момышұлы айтқандай, ұстаздық ұлық емес, бұл ұлы мамандық болып табылады. Сол себепті ұстаз болуым мен үшін бір бақыт болып табылады. Ұстаздың ұстанымы қандай? Менің өзімдік бір 5 ұстанымым бар. Ең біріншіден, әрбір шәкіртті мен жеке тұлға ретінде көремін. Сол жеке тұлғаның бойындағы барлық қасиеттерді зерделеп, соған назар аударуға тырысамын. Екіншіден, оған ең бастысы қолдау көрсетуге тырысамын. Үшіншіден, оның алға дамуына өзімнің септігімді тигізіп, яғни сапалы тәрбие мен саналы білім беру арқылы бәсекеге қабілетті, жан-жақты дамыған, креативті тұлғаны қалыптастыруға өзімнің үлесімді қосып жатырмын. Өте керемет.